Қайырлы күн, құрметті көрермендер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен біз чесночный нан жасайтын боламыз. Ең алдымен біз осындай чеснокты фольгаға май мен специялар қосатын боламыз. Бұл жерде менде қара бұрыш, паприка, тұз. Сіздер қалауларыңыз бойынша құйып қоссаңыздар болады. Майды ондай қатты көп қоспаймыз. Толық ақпаратты описаниеде беретін боламын. Бұл чесногымызды 20 минутқа 200 градусқа қойып аламыз. Ал енді біз нанымыздың бетіне салатын осындай специямызды дайындайтын боламыз. Ол үшін үйлеріңізде көк жуа болмаса укроп болса, және де мен бұл жерде үйдегі перецтардың түрінен және де сары майды қостым. Духовкадан шыққан чесногымыз осылай тез алынып, сосын езілгіш болып келеді. Соның барлығын осы массаға қосамыз да керемет болып шығады. Осы дайын болған массамызды біз нанымыздың бетіне әдемілеп біркелкі етіп жағатын боламыз.